Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі. Бүгінгі тақырып қазіргі сән. Ендеше сабағымыздың мақсатымен таныс болайық балалар. Бүгінгі сабақта біз оқылым стратегияларын пайдаланамыз. Яғни, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу және нақты ақпараттарды табу үшін оқитын боламыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары оқшау сөздер деп аталады. Оқулығымызда берілген мына ережені дәптерлеріңе жазып алыңдар. Ендеше, сендерге оқшау сөздердің не екенін түсіндіріп берейін. Балалар, оқшау сөздер дегеніміз сөйлемдегі басқа сөздермен синтаксистік байланысқа түспей, дауыс ырғағы арқылы ерекшеленетін сөздер мен сөз тіркестері. Балалар, естерінде болсын, оқшау сөздер сөйлем мүшесі қызметін атқара алмайды. Олар тек сөйлемде ойды нақтылай түсу үшін басқа сөздермен мағыналық қарым-қатынаста байланысады екен. Яғни, оқшау сөздер үш түрге бөлінеді. Олар қаратпа, одағай және қыстырма сөздер. Қаратпа сөз дегеніміз балалар тыңдаушының назарын өзіне аударту үшін айтылатын сөздер. Мысалы, Нұржігіт, бері қарашы, мен саған мына тапсырманы түсіндірейін деп едім. Осы жерде Нұржігіт деген адамның аты қаратпа сөз болады, яғни біз Нұржігітті өзімізге қарату үшін Нұржігіт деп шақырамыз. Ал одағай сөз дегеніміз адамның түрлі көңіл-күйін білдіретін сөздерді айтады. Мысалы, Алақай, мен бүгін қазақ тіл сабағынан 5 алдым. Бұл жерде көтеріңкі көңіл-күйді білдіретін одағай сөз алақай деген сөз екен. Ал қыстырма сөз сөйлеушінің ойға көз қарасын білдіреді. Мысалы, айтпақшы, бүгін 3-ші сабақ қазақ тілі сабағы. Осы жерде айтпақшы деген ол қыстырма сөз болып табылады екен. Яғни, сөйлеушінің ойға көз қарасын білдіретін сөздерді атайды екенбіз. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға арналған ой-түрткі сұрақтарға бірге жауап берейік. Қазіргі сән туралы достарыңмен сөйлескің келе ме? Қазіргі сән өнерін бағындыратын дизайнерлер кімдер? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боласыңдар. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың негізгі мәтінімен бірге таныс болайық. Ол үшін мәтінді бірге мәнерлеп оқиық. Балалар, киім кию мәдениетіндегі қандай мезгілдік өзгерістерді білесіңдер? Сәндік өзгерістер әрине ұзақ сақталмайды. Өйткені адам баласы әр уақытта жаңалыққа түрленуге ұмтылады. Сән стилінің алмасу процесі жүріп жатыр. Сөз жоқ, 3-4 жылдан кейін ол өз шыңына шығады және сол шыңда 5 жылдай үстемдігін ұстайды. Одан кейін бір сәннің орнына келесі сән алмасып келіп отырады. Сәнді киім стилінің алмасу процесі 10 жыл уақытқа созылады. Бұл циклдер әр ғасырда күнтізбелік 10 жылдықтармен сәйкес келеді. Сондықтан 20 жылдардың сәні, 20-шы жылдардың сәні, 50-ші жылдардың сәні, тағы да басқалар деп аталады. Жаңа сән үлгілерін халыққа жеткізіп таратушы актерлер, музыканттар, танымал сән құмарлар. Тәуелсіз Қазақстанның сән өнерін бағындырған дизайнерлер Құралай Нұрқаділова, Айда Қауменова, Оксана Корби, Балнұр Асанова және тағы да басқалары. Бұл мәтінді сән колледжіне арналған оқулықтан алған екен. Ендеше, мен сендерге балалар бүгін қызықты видео ақпарат алып келдім. Бұл видеода сендер қазақ қызының 100 жылдық сән үлгілерімен таныс болатын боласыңдар. Ендеше, видеоға зейінімізді қойып, тыңдап көрейік.
Мұнда біз нені түсіндік? Яғни мәтінде айтылған ойдың барлығына дәлел келтіріп отыр, сән өнері әрбір 10 жыл сайын өзгеріп отырады дейді. Жалпы балалар, сән дегеніміз не? Сән ол француз тілінен аударғанда мода, яғни латынның модус деген өлшем, әрекет тәсілі деген мағынасынан шыққан екен. Сән деген киім кию мәдениеті, яғни өмірдің әртүрлі сферасында жеке талғамның уақытша үстемдік етуін айтады екенбіз. Ендеше балалар, мәтінді түсінген болсақ, мәтінімізге дәлел келтіре алатындай ақпарат алған болсақ, бүгінгі сынып жұмысын орындайық. Сынып жұмысында тілдік бағдармен жұмыс жасайтын боламыз, яғни 36 беттегі 7 тапсырма. Бұл жерде сендер қаратпа, қыстырма, одағай сөздерге мысал келтірулерің керек, яғни өздерің білетін қаратпа, қыстырма, одағай сөздерді теріп 3 бағанға жазып шығуларын керек. Ал 10 тапсырмада сөйлемдердің сыңарын мағыналарына сәйкестендіріп жазасыңдар. Яғни адамның киген киімі дегенге оң жақ беттегі бағандағы қай сөйлемнің соңы сәйкес келеді, соны сәйкестендіретін боламыз. Ал үй жұмысына, яғни 9 тапсырманы алатын боламыз. Бұл жерде берілген сөздерді пайдаланып сөйлем құрайсыңдар. Ендеше кері байланыс жасау үшін WhatsApp желісіне шығайық.